Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен төсек жаймаларын және жастық қаптарды үтіктеу жолымен және олар туралы өз білгендеріммен бөлісетін боламын. Төсек жаймаларын біз кем дегенде аптасына бір рет ауыстырып жуып тұруымыз керек. Оны жуғаннан соң міндетті түрде үтіктеу керек. Ал егер жуылмаған төсек қаптарды үтіктеуге кеңес бермеймін. Ал жуылғаннан кейін ол дымқыл кезінде біз оны үтіктеп алғанымыз өте тиімді болады. Өте құрғақ болса, жастық қаптар үтіктелмейтін болады. Сондықтан да біз кір жуғыш машинкадан шыққаннан соң біз оны алып үтіктейміз. Алдымен барлық мұздарын ашып, мұзылған жерлерін ашып қойып аламыз, содан соң үтіктейміз. Бұл дымқыл болып тұрған үшін өте жақсы үтіктеледі. Бірінші бетін үтіктеп болғаннан соң біз оның екінші бетін үтіктейміз. Ал төсек жаймаларды болса, ұзын үлкен болған үшін біз оларды екіге бүктеп, алдымен бірінші бетін үтіктейміз. Бірінші беті болғаннан соң екінші бетін үтіктейміз. Сол кезде бізге тиімді және ол сол жерге сыйымды болып келеді. Тағы бір айтар кеңесім, төсек жаймаларын жуған кезде оған түрлі кондиционерлер немесе хош иістендіргіш заттар қосып жусаңыз, төсек қаптары мықты болады және де ол өзінен хош иіс шығарып тұрады. Жұмыстан шаршап келіп түнде ұйқыға жатқанда тап-таза хош иісті төсекке жатсаңыз, сіздің көңіліңіз көтеріліп, шаршауыңыз басылып, керемет ұйықтайтын боласыз. Достар, мен видеом ұнаса, тіркеліп лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет.